халықтың өзіндік салт санасы, елдік рухы алдымен оның тілінде таңбаланады. Тілдің мемлекеттік мәртебесін нығайтудың қазіргі таңдағы басты мүмкіндігі оның танымдық қызметін ашу, сол арқылы ұлттық құндылықтарды көрсету. Ассалаумағалейкум алталашым, жүгіңде әрбір қазақ арқаласын. Айтты деп жарапазан сөгі көрмес, салтымен бабалардың ән тарасын. Мұхаммед үммет айтқан жарапазан Алаш баласының діни насихат жыры. Рамазан айында айтылады. Бұл сөздің шығу төркіні Рамазан деген тіркестен екен. Арабшадан аударғанда Рамазан келді дегенді білдіреді. Мұхтар Әуезов қазақ ортасына ислам дінінің тарауына көбінесе қазақтың ақындықты сүюі себеп болды деген. Елге не жайылса да әдебиет жұрнағы болып, әдебиет өлшеуінің біріне түскен соң ғана жайылатын болған. Өлеңсіз, әңгімесіз, сұлу сөзсіз келген құрғақ үгіт болса, ондайды ел тыңдамаған да, ұқпаған да, ықылас қоймаған да болар еді. Сондықтан мұсылманшылық дінде қазақ елінің табиғатына, ыңғайына қарай үйісіп келген. Жарапазан соның көрінісі. Жарапазанды бері келе қыдырма жарапазаншылар оның хақ дінді насихаттаудағы бағытын басқа арнаға бұрып, көбіне мақтау, тілек түрінде әнге салып айтып келеді. Жаңарған Қазақстан жасай берсін.